Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді баклажаннан жасалатын, ешқандай майонез қосылмайтын, өте дәмді керемет салаттың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ал кеттік, ендеше бастаймыз. Әуелі баклажанды жуып, алдын ала тазалап аламыз. Осылай соломка қылып, ұзынша қылып турап аламыз. Үлкендеу қылып турағанымыз дұрыс, себебі қуырған кезде кішірейіп кететін болады. Барлығын жақсылап турап аламыз. Туралған баклажандарымызды таза ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді дәміне қарай кішкене тұзымызды салып аламыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. 15-20 минутқа баклажандарымызды алып бір шетке қоя тұрамыз. Баклажандардың сол кезде суы шығатын болады. Енді дәл солай болгар бұрышында алып, соломка қылып турап алатын боламыз. Қызыл түсті баклажандарды, болгар бұрышын алсаңыздар, салаттарыңыздың көркін ашатын болады. Мен үйдегі барын пайдаландым. Міне осылай турап алдық. Енді қиярымызды дәл солай соломка қылып турап алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Және де адам санына байланысты 2 есе ұлғайтсаңыздар да болады. Туралған қиярымызды таза ыдысымызға салып аламыз. Енді қызанақтарымызды алып, арасын тазалап, дәл солай соломка қылып турап алатын боламыз. Жаңағы туралған қиярымыздың үстіне қызанағымызды салып аламыз. Енді сарымсақты да алып, 2-3 сарымсақ, тісше сарымсақты алып, осылай майдалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Ашыны жақсы көретін болсаңыздар, көбейтсеңіздер болады. Жаңағы туралған қияр мен қызанақтың үстіне сарымсағымызды салып аламыз. Енді қызып тұрған табада жаңағы суы шыққан баклажанымызды құрғатып, қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Отымыз қатты болғаны дұрыс. Бір 4-5 минут шамасында қатты отта қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінеки осылай қызара бастағанда бөлек ыдысымызға салып баклажандарды суытып аламыз. Дәл солай болгар бұрышында майға қуырып алатын боламыз. Бірақ көп қуырудың қажеті жоқ, тек 1 минуттай қуырсақ болғаны. Енді жаңағы туралған көкөністердің үстіне баклажанымызды саламыз. Содан соң болгар бұрышын салып аламыз. Және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Кориандрды саламыз. Және соевый соусты қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте оңай, керемет, тәбетті ашатын салаттардың бірі. Енді қалауларыңыз бойынша бетіне укроп, көк пияз, кинза қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып алып, дастарханға ұсына берсек болады. Бірден ұсына салмаймыз, холодильникте 1 сағат көлемінде сақтасаңыздар, өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей достар, осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді, дастарханның көркін ашады және тәбетті де ашатын салаттардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де каналына лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.